баламыз алдымызда көз қуанышы болып жүгіріп жүрсе, сонда өмір көргенбіз. Тікелей эфирдеміз. Құрметті көрермен, бала тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Себебі дүйсенбі күні балаларды әйтеуір мектепке үф деп жіберіп қойып отырған ата-аналар не істеймін ары қарай, қалай баламнан гений жасаймын деп ойлап отырады ғой. Әсіресе балаларын қатты алдыңғы қатарлы қылуға құштар ата-аналар осы кезде тілі шықпай жатып ағылшын тілін үйретіп жатады. Бәріміз орысша жаңағы синий трактор қоймаймыз, ағылшындық жаңағы америкалық арналарды қойып құлағына ағылшынша жаңағы сөздер сіңе берсін дейміз. Сондағы мақсат қандай? Балаларына, мен ойлаймын, балаларын осы 1-2 жастан бастап ағылшынға қызықтырып жатқан ата-аналардың түпкі мақсаты қандай деген сияқты. Әрине жақсы, енді екі ана тілі болсын деген ой шығар. Не болса да сұраныс ұсынысты туындатып жатыр. Қазір мұғалімдер бар. 1-2 жастағы балаларға ағылшын тілін оңай үйретеміз деп жарнама жіберіп жатқан. Көрейік, қалай жүзеге асырылады, ол мүмкін бе? Асылай Саматқызы деген маман бар, бізбен қазір байланысқа шығады. Мені сынады демеңіздер, құрметті көрермен, біз жай ғана білгіміз келіп тұр. Ақтөбе қаласының тұрғыны, дәл қазір ақш-тың Торонто университетінің IT саласы бойынша түлегі Асылай Сайынова ханым Саматқызы бізбен тікелей эфирге байланысқа шығады. Асылай ханым, қайырлы күн. Сәлематсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыз? How are you? I'm fine, thank you very much. Сонымен, балаларды 1-2 жасынан бастап ағылшынша сайратып жүріп жатыр екенсіз, рас па? Өзімнің балаларымда әзірше. Өз балаларым қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жақсы сөйлейді. Жастары қаншада? 5 жаста, біреуі 5 жаста, біреуі 2,5 жаста. 2,5 жастағы бала ағылшынша сөздер біле ме? Ағылшынша сөздер біледі, түсінеді, сөйлейміз онымен. Ал қазақша? Ал қазақшасы қалай? Қазақшасы жақсы. Негізінде жалпы негізгі тілдері әрине қазақша, орысша, бірақ ағылшынша түсінеді. Сосын сөйлегенде де жаңағы бір-екі сөздерден тұратын сөйлемдерді құрастырып сөйлей алады қазіргі уақытта. Енді мен бір ата-ананы білем, өздері орысша сөйлейді, балаларын тілін ағылшынша шығарған, бірақ балабақшаға қазақша берген. Иә, бала қазір онша контактқа шықпайды, өйткені 3 тіл миында, өзі 3,5-да. Бұл қаншалықты дұрыс? Баланы 1,5-2 жасында ағылшынша үйреткен методика бойынша, ВОЗ бойынша қаншалықты дұрыс? Енді ВОЗ бойынша болғанда, мен өзім жаңа тәжірибемнен айта алсам, кішкентай кезінен сөйледім, мысалға. Кішкентай кезінен қазақша, орысша да сөйлей бердік, мысалы, ағылшынша да сөйледік. Ол ешқандай араластырып алып, немесе шатыстырып алып деген сияқты қиыншылықтар ешқандай болған. Полиглот болып шықты дейсіз ғой, иә? Ол түсінеді барлық тілдерді. Мысалға, негізінде жалпы жазады ғой, 6-7 айларында балалар негізінде тілдердің айырмашылықтарын біле бастайды дейді, айыра бастайды. То есть ол шатыстырып алмайды қазақ тілімен, немесе ағылшын тілі, орыс тілі деген сияқты. Ал қандай пайдасы бар? Енді менің міндетім бұл. Ел арасындағы ең танымал сұрақтарды қою, өйткені ата-ананың барлығының ішінде күмән болады, дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Сөзсіз пайдасы бар. Себебі қалай болғанда да білімнің артықшылығы көбірек, қандай пайдасы бар? Пайдалары өте көп. Мысалға, енді ең бірінші пайдасы әрине қазақ, орыс тілдерімен қатар ағылшын тілін, шет тілін кішкентай кезінен түсінетін, сөйлей алатын болады. Еркін, да? Ол бірінші пайдасы. Екіншіден, жалпы негізінде билингвизмнің негізінде пайдасы, билингвизм, трилингвизм, жалпы мультилингвалдық бала болып өсу, ол миына үлкен әсер етеді, дамытады, пайдалы әсерлері өте көп. Ондай ғылыми жаңағы зерттеулер өте көп, неде интернетте ашып қарасақ, мысалға, сол даму жағынан үлкен пайда деп ойлаймын. Сосын тағы пайдасына, мысалға, былай егер салыстырып қарасақ, мысалы, ертең мектепке барады, сол кезде ағылшын тілін білмейтін баламен, то есть түсінбейтін, сөйлей алмайтын, да, ағылшын тілін кішкентайынан түсініп барған бала, екеуі қатар алғанда, мысалға, үйреніп бастағанда, тезірек үйрене бастайды ғой ағылшын білетін бала. Иә, түсіндім. Сіздер енді қазір былай ғой, мектепке баратын кезде де мектепке дайындалады ғой бірінші. Мектепке бару үшін де емтихан тапсыратындар бар ғой қазір. Сол сияқты ғой, енді соны айтып тұрсыз ғой. Дұрыс. Дегенмен кейбір жағдайлар болады, өзінің тілі шықпай жатқан балаға бәлкім ағылшын тілі деген басқа тілдер үйретуге асықпаған дұрыс шығар. Қандай бір противопоказание дейміз ғой, қарсы шарттар бар?
қарсы шарттар меніңше жоқ. Тек қана мысалға үйінде ағылшынша сөйлеп бәр жерде изоляцияда ағылшынша бәрібір де істей алмаймыз ғой, отырғыза алмаймыз ғой баланы. Себебі бізде қоғам бәрібір қазақша орысша деген сияқты. Сондықтан да ол дейтін тек қана ағылшынша сөйлеп сосын қазақ орыс тілдерін сөйлей алмай қалады деген сияқты қорқыныш ол болмау керек деп ойлаймын. Балансты білу керек шығар бәлкім, иә. Сонымен қандай тәсілдеріңіз бар сіздің? Сіздікі авторлық тәсілдер ма, әлде жалпы кеңінен осы ағылшын тілін үйрететін мұғалімдер арасында танымал тәсіл ма? Менде мұғалімдер арасында тәсіл емес, өзімнің тәжірибеме сүйене отырып жасалатын тәсіл, яғни өзім ойлаймын, кішкентай кезінен, кішкентайлап, мысалы басында 10 минут, 15 минут күніне мысалға да, потом жарты сағаттан, немесе күніне мысалға жарты күн ағылшынша, жарты күн қазақша деген сияқты солай сөйлей берсе балаға, ол жаңағы тілдердің барлығын меңгере алатын болады. Сондай жаңағы неде күнделікті өмірде ағылшын тілін пайдалану арқылы балаға үйрету. Сол тәсіл менде. Және бір сұрақ, қысқа ғана жауап күтемін. Көп па сізге кішкентай, балалары кішкентай ата-аналар келіп жатқан? Олар хабарласады, я біз қалай үйретеміз, сіз маған онлайн сабақ бересіз ба деген сияқты. Мен әзірше енді негізінде ойымда бар жаңағы курс мамаларға арналған деген сияқты барып үйрету. Бірақ әзірше мен оларға айтам, сіз мамасыз ба, ағылшынды өзіңіз күнделікті түрде сөйлеу арқылы үйрете аласыз деген сияқты. Түсінікті. Өте жақсы. Рахмет. Бүгін енді қайталай беретін сүйікті тавтология балаларыңыз гений болып өсе берсін. Рахмет сізге. Білімді балалар, білімді қазақ балалары көп болсын. Ең бастысы өзге тілдің бәрін білу.